Осындай салаттын рецептин билгиңиз келсе, видеону соңуна дейин менен бирге болуңуздар. Barchalarınızga xayrli kech. Bugun үй жағдайында оливье салаты істейтін боламыз. Мен картошкамды қайнатып, бәрін сәбізімді қайнатып, дайындап қойдым. Жұмыртқамызды ашып аламыз. Біздің оливьеміздің несі тура осындай болып тұра алады. Ішінде бәрі бар. Астына жазып кетемін осы видеоны. Біздің оливьеміздің несі дайын болды. Ішінде картошка, ет, тұқым, сәбіз бәрі бар. Майонезін енді араластырамыз. Астына видеоның астына бәрін жазып кетемін. Майонезін бәрін жақсылап араластырасыздар, шым-шым тұз саласыздар. Сонымен салатымыз дайын. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Мен YouTube каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер.